Баршаңызға сәлем. Каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Салтанат. Бүгін сіздермен осындай әдемі қыздар аяқ киімін тоқитын боламыз. Ол үшін бізге Alize Bahar жібі, табан 13 сантиметрлік, крючок номер 2, маркер. Мен маркердің орнына мынандай жіптерді пайдаланамын. Және де ине жіп. Ол ине жіп бізге тоқылған табанды мына табанға бекітіп біріктіру үшін. Және де табан мықтырақ ұсталынып тұру үшін менде мынандай клей. Осы клейді пайдаланып бірінші жапсырып алам. Бұндай клей болмаса, момент клей гель бар, соны пайдалансаңыздар болады. Және қайшы. Ал енді тоқымамызды бастайық. Тоқыманы бастамас бұрын міндетті түрде каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Бастайық. Жиырма көше жоғары көтереміз. 2, 3. Жиырма көше көтердік. Тағы бір көше қосамыз. Енді жандағы көшеден орамсыз баған тоқимыз. Бір орамсыз баған тоқимыз. Және де осы жерден тағы бір орамсыз баған тоқимыз. Бірінші көшеден 2 орамсыз баған тоқыдық. Келесі көшеден 1 орамсыз баған тоқимыз. Оның жандағыдан келесі көшеден тағы да орамсыз баған тоқимыз. Осылай соңына дейін орамсыз бағандар тоқимыз. Бірінші қатардың соңғы бағанына жеттік. 19 баған тоқыдық. Басынан осы жерге дейін 19 баған тоқыдық. Енді 20-шы баған. Бізде енді әдемі бұрылыс болу үшін бұл жерге 2 баған тоқимыз. Бір тестен 2 баған. Енді бұл мына оң жақ қабырғасы, оң жағы. Енді біз осы табанның енді сол жақ қабырғасын тоқу керекпіз. Ол үшін тура осы жаңағы тесікке тағы да 2 баған тоқимыз. Содан кейін келесілерге, оның жандағы келесілерге, келесі бағандарды бір-бірден әр тесікке бір-бірден
Тоқитын боламыз, бір-бірден тоқитын боламыз. Мынау соңына келгенге дейін тоқимыз. Міне соңғы бағандарға келдік. Ең алғашқы бір көшеге 2 баған тоқығамыз. Сол жерден тағы да 2 баған тоқимыз. Біреу, екеу. Алып, осылай алып, біріктіреміз. Бір воздушный петля жоғары көтереміз. Енді бір көше жоғары көтердік. Тура соның жанынан тағы бір баған тоқимыз. Әрбір 2 баған тоққан жерде міне бір көшеден бір өрімнен 2 болды. Келесі жандағы өрімге 2 орамсыз баған тоқимыз. Міне біреуін тоқыдым, екіншісін тоқыдым. Енді үшінші мына жердегі өрімнің астынан бір орамсыз баған тоқыдым. 2 орамсыз баған тоқыдық. Келесілердің жандағыларын орамсыз әрбір тесіктен бір орамсыз баған тоқу арқылы жалғастырамыз. Жақсылап қарасақ, ең соңында бағана бір тесіктен 2 жасағамыз. Бір тесіктен 2 баған жасағамыз. Міне ол айыр тұр. Міне көрініп тұр. Міне айыр. Мынау 2 орта, 1, 2. 2 бір тесіктен тоқылған. Енді осының айырдың алдындағы өрімнен бір орамсыз баған, екінші орамсыз баған тоқимыз. Тура 2 міне айырдың арасынан тағы да 2 орамсыз баған тоқимыз. Келесіген тағы да 2 орамсыз баған тоқимыз. Міне 2 айырдың ортасы, қос баған тоқылған жер. Сол жерден тағы да 2 бір өрімнің астынан, міне бір өрім астынан 2 орамсыз баған тоқимыз. Енді осы 2 ортаға тағы да 2 орамсыз баған тоқимыз. Қалғанын бір орамсыз баған тоқитын боламыз. Мына жерге біреу, мына жерге біреу, мына жерге біреу. Соңына дейін солай тоқып шығамыз. Екінші қатарды да аяқтап қалдық. Міне айырға дейінгі 2 ортаға орамсыз 2 баған тоқимыз. Міне біреу, 2 орамсыз баған тоқыдым. Енді тура осы айырдың өзінен 2 орамсыз баған тоқимыз. Сонымен болды.
екі ортаны біріктіреміз. Енді табанымызға ортасына қойып көрейік. Сәл жетіп қалдық. Үшінші қатарда тағы да бір көзші қосамыз. Орамды бағандар тоқимыз. Міне, тура жанынан бір орамды баған жасадық. Енді не айыр болған жер ғой, сол жерге екі орамды баған, екі баған қосамыз. Орам жасадық. Бір баған тоқыдық. Орам жасаймыз, тура осы тесіктен тағы да бір баған тоқимыз. Тоқыдық. Міне, бұл жерде де екі айыр сияқты тұр. О жерден де біз қосып жатырмыз. О жерден де бір орамды бағаннан екі рет тоқимыз. Келесіге екеуінің ортасына ол жерге де бір шетіне екі рет бір орамды баған тоқимыз. Міне. Біреу, екеу, үшеу. Бір, екі, үш, төрт рет қосу жасадық. Енді орам жасаймыз. Енді қалған әрбір тесіктен бір-бір баған тоқып шығасыздар. Міне, мына жерде айырымыз тұр. Сол жерге жетіп қалдық. Екі айырға жетпей, мына жердегі бір көзшеге, өрімнің астына екі рет бір орамды бағаннан тоқимыз. Біреу, тура осы жерге, екіншісін тоқимыз. Енді міне айырдың өзіне келдік. О жерден де екі орамды баған тоқимыз. Мына жерге де солай істейміз. Осы жерге жеткенге дейін екі айыр жіптер қосқанбыз ғой, солар біткенге дейін міне біреу, екеу, бағандар тоқимыз. Не біреу тоқыдым, тура осы жерден. Енді екіншісін тоқимын. Екі аралыққа тағы да екеу тоқимын. Екеу тоқимын. Біреу,
Енді мынау жандағыдан аламыз. Сонымен аяқталды. Енді қалғандарын әрбір көзшеге бір орамды баған тоқып шығамыз. Екі айыр болған қосқан жерлерге келдік. Мынау қосқан жер. Енді осының жанына, мына жерге тағы да қосу жасаймыз, қосамыз, көбейтеміз, біреу тоқыдық, тура сол жерге екіншісін тоқимыз. Енді міне айырымыз тұр. Соның ортасынан да 2 рет орамды баған тоқимыз. Міне сонымен аяқтадық. Осыны міне қазір сіздер қарап тұрғандай табанды мынандай гелевый табанға орнатамыз. Қараймыз, қанша жетпейді, қай жерінде көбірек қосамыз. Осының бәрін санап отырып жасайтын боламыз. 3 қатар тоқыдық. Енді 4-ші қатар 2 көзше жоғары көтердік. Бұл жерде де бір орамды баған тоқимыз. Бір орамды бағаны біз басы мен аяқ жағында, өкшесі мен басында әдемі бұрылыс болу үшін 2-2-ден бір тесттен 2 тоққан еді. Енді бір тесіктен 2, келесі тесіктен 1, кезектестіріп тоқимыз. Міне мына жерден бір тесіктен қараңыздар. Бастағанда 2 болды, одан кейін 1, мына жерде 2. Тағы да кезектестіреміз. 1, енді келесісін бір өрімнен, міне бір өрімнің астына 2 тоқимыз. 2 баған тоқимыз. Бір орамды 2 баған тоқимыз. Міне 2. Мына жерде 1. Енді келесісі 2 болады бізде. Енді ары қарай 1, бір бағаннан тоқимыз. Мынау келесі бастағы айыр, міне 2 қосыппыз ғой, міне жерде міне айыр құсап тұр, В құсап тұр, міне ағылшынша. Осы жерден алғашқы 2-ін аламыз. Осы бір өрімнің астынан міне 2 баған тоқимыз. Мына жерден бір баған, келесіден 2, бір баған, 2 баған, бір баған, 2 баған, орамды бағандарды сөйтіп кезектестіріп, айналдырып, соңына кеп
бекіту жасаймыз. Сонымен төртінші қатарды аяқтаймыз. Төртінші қатарды тоқыдық. Енді бесінші қатарда біз жетпей тұрған жақтарын толықтырып тоқимыз. Алдыңғы тоқығанымда менде жіп басқа болған, сәл қалыңырақ болған жібім, және де крючогым менде 1,7 болған. Сондықтан бұл жерде бәрі өзгеріп тұр. Қазір сіздермен бірге формасын жөндейтін боламыз. Мен мына жерде міне санап қойдым, былай дәлдеп әкелдім. Дәлдегенде өздеріңіз көріп тұрғандай, міне мына жерлер дәл келіп тұр. Тек қана мына жақта жетіспейді, міне біраз жер. Бұларды қалай істейміз? Осы жерге дейін, міне белгілеген жерге дейін менде бұл жер 19 көшше болды. Мына жерден 19 петля, 19 көшше. Бір-бір өрімнен санаймын. Өрімдерді санағанда 1, 2, 3 деп осы өрімдер санағанда мына жерде менде 19-шы өрімге әкеп белгілеп қойдым. Осы 19-шы өрімге дейін орамсыз баған тоқитын боламыз. Міне, мына бастаған жерден бастап 19 баған, орамсыз баған тоқыдық. 19, одан кейін 20, 21, 22-ші бағанды біз жартылай орамды баған тоқыдық. Полустолбикке дейді. Сондай тоқыдық. Біреу, одан кейін сол үшеуінен кейін бір бағанды, бір орамды баған тоқыдық. Енді 6 баған, мына жерде 6 бағанды 2 орамды баған жасаймыз. Оны міне былай 2 рет орап аламыз. Алып шығамыз да 1 рет, 2 рет және 3 рет үстіп біріктіріп тоқып шығамыз. Міне 2 орадық. 1 рет, 3 рет. Біз 2 баған тоқыдық. Мынау 3-ші баған. 4-ші баған. Міне. Міне. Бұл енді сіздерге тоқылудың принциптерін, қалай тоқимыз, қалай формасын келтіреміз, соны сіздерге көрсетіп жатырмын. Мына жіппен маған қатты ұнап тұрған жоқ, бірақ сіздерге көрсетем деп осымен бастағаннан кейін ары қарай аяқтаймын. Осы жіппен, бұл деген хлопок жіп болғаннан, мақта жіп болғаннан кейін жаздың күні балалардың аяғына өте ыңғайлы болады, терлетпейді деп осы жіппен тоқып жатырмын. Сіздер болмаса осы жіпті алып бірақта 1,70 номерлі крючок алуларыңызға болады. Тығыздығын қарап қадағалайсыздар. Мына жерде мысалға 1,7 мен тоққандықтан табан өте әдемі, тығыз шықты. Ал мына жерде сондай жақсы емес. Бірақ енді осымен аяқтап сіздерге негізі тоқылу барысын үйретіп шығамын. Мына жерде 6-2 орамды баған тоқимын дегенмін. 4-еу тоқылып тұр.
Бесінші. Алтыншы. Алтау тоқыдық. Енді тағы да дәлдеп, қайта-қайта өлшеп, мына табанмен дәлдігін келтіріп, қайта-қайта өлшеп отырыңыздар. Бұлай болатын болса, әлі де 2 орамды баған тоқу керек болады. 2 орамды бағанды енді 1, 2, 3. Тағы да 3 тоқып көрек. 2 орамды бағаннан келес 3-ден кейін 4-ші, 5-ші, оны ары қарай 1 орамды бағанмен тоқимыз. Сонымен міне бастадық. Басынан 19 орамсыз баған тоқыдық. 19. Одан кейін 3 жартылай баған тоқыдық. Келесісі 1 орамды баған тоқыдық. Одан кейін 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 2 орамды баған тоқыдық. Енді 1 орамды баған. 1, 2, 3 тоқыдық. Енді жарты орам жасадық. Енді келесі 5 орамсыз бағандар тоқимыз. Міне 1, 2, 3, 4, 5. Алтыншыны да орамсыз баған тоқимыз. Кейін міне жарты орамды баған тоқимыз. Полустолбик тоқимыз. Bir полустолбик тоқыдық. 2 полустолбик тоқимыз. 3 полустолбик тоқимыз. 4-ші полустолбик. 5-ші полустолбик тоқыдық. 5 полустолбик тоқыдық. Полустолбиктер тоқыдық. Енді 11 орамды баған тоқимыз. 1, 2, 3. Осылайынан 11 тоқимыз. 11 орамды баған тоқыдық. Одан кейін 1, 2, 3, 4, 5 жартылай орам тоқыдым. Қалғанын түгел орамсыз бағандар тоқимыз. Енді бұл жерде сіздерге тоқылу әдісін көрсеттім. Мен өзім қалай табанды тоқимын, қалай келтіремін. Бұл табандар енді байқасаңыздар стандартты овал табан емес. Бір жағы шығыңқы осындай болғандықтан сіздер өздеріңізде кез келген размерге, мысалы үшін біз жаңа 20-дан бастадық, ең ортасын, е? Сіздер 21, 22-ден бастауларыңызға болады. Және де тығыздығын байқайсыздар. Мынандай ашық болса да, енді сіздерге әдісі қалай тоқылатынын
түсінікті болу үшін осы жіппенен бастағаннан осы жіппен аяқтайын деп отырмын. Міне мен өстіп осылайнан әкеп әрбір баған тоққан сайын әкеп қойып келемін. Міне қараңыздар, өстіп артынан бұлайнан келемін. Сонысын байқап, содан кейін өзім қосып отырмын. Қай жерде 2 орамды баған керек, қай жерде 1 орамды баған керек. Бірақ сіздер есте сақтаңыздар, переход ақырын болу керек. Мысалы, орамсыз бағаннан кейін бірден орамды баған көтеріп кетсеңіздер, ол деген бүйтіп қиық, ойық болып қалады. Сондықтан әрқашан орамсыз бағаннан кейін 1 болмасын, 2 болмасын, жартылай орам, одан кейін барып 1 орамды, одан кейін барып ақырындап 2 орамды. Және оны азайтқанда да солай. 2 орамдыдан кейін 1 орамды міндетті түрде, біреу немесе 2, одан кейін барып жартылай баған, одан кейін барып мүлдем орамсыз бағанға ауысуларыңызға болады. Сонда әдемі переход шығады. Міне осындай көрдіңіздер ме? Табанға сай келетіндей. Мына жерде 2 орамды бізде. 2 орамды болғандықтан осылайынан шықты. Енді қалғанын аяқталғанша орамсыз, ешқандай қоспасыз тоқып шығамын. Міне орамсыз бағандарды тоқып шықтым. Мына жерден осы жерден бекіту жасаймыз. Барлығы негізі, барлық бағандар айналдыра келгенде менде 82 шығып тұр. Енді біз бұл жерде бекіткен бір көше жоғары көтереміз. Енді осы жерден жиектеу жасап кетеміз. Бірден жиектеу жасап кетеміз. Әрбір өрімнен шығарып бекіту жасаймыз өстіп. Осы өрімдер арқылы, жоғарыға қарап тұрған өрімдер арқылы біз жоғары қарай пинеткамызды, сандалиімізді көтеретін боламыз. Сол үшін бізге осы жиектеу міндетті түрде керек. Осылай айналдыра, қатты тартылып кетпесін, байқаңыздар. Айналдыра соңына дейін жиектеу жасап аласыздар. Кейін клеймен орнатамын. Клеймен орнатып болғаннан кейін осындай ақ түсті немесе ар жағы қандай түсті, сондай түсті жіп алып тігіп шығамыз. Тіккенде міне мына жерде, мына ортадан тігеміз.